Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен бүгін сіздерге балалар әдебиетінен өзімнің Спандияр Көбеевтің балаларға арналған шығармалары атты тақырыбымды ұсынамын. Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен бүгін сіздермен өзімнің сабағымды мынандай психологиялық мені таңда деген жаттығумен бастағым келеді. Ал құрметті студенттер, әрқайсының алдарыңызда әртүрлі жүректер жатыр. Осы жүректерді ала қойыңыздар да бір-бірлеріңізге бүгінгі өздерінің жақсы тілектеріңді айтып, орындарыңызға отыра қойыңыздар. Тамаша, көңіл күйіміз көтерілді. Енді мен сіздерге үйге тапсырма берген болатын. Мағжан Жұмабаевтың жалпы өмірі, қызметі, оның балаларға шығармалары, өлеңдері, бағыттары қазір заманмен салыстыру жөнінде өздеріңіз үйде дайындалып кел дегенбіз. Сол үй тапсырмасын қазір тексерейін. Ал енді қазір мен сіздерді айналым бекеті арқылы үй тапсырмасын тексеремін. Ал бірінші топ Мағжан Жұмабаевтың өмір баяны мен қызметі, бұл қызыл маркер сіздердің осымен жұмыс істейсіздер. Екінші топ Мағжан Жұмабаевтың балаларға арналған шығармалары көк маркер. Үшінші топ Мағжан Жұмабаевтың өлеңдеріндегі тәрбиелік бағыттары жасыл маркер. Төртінші топ Мағжан Жұмабаев шығармалары қазір заманмен үндестігі, бұл қара маркермен жұмыс жасап, әр топ өзінің жұмысын қазір мына жерге шығып, осы ватман қағазға орындайсыздар, сосын қорғайсыздар. Жақсы ма? Ал орындауға кірістік. Ал құрметті студенттер, үй тапсырмасын тексеріп болдық. Бүгін біздің жаңа сабағымыз 20 ғасыр басында қазақ балалар әдебиетін өз үлесін қосқан жазушы Спандияр Көбеев. Жоспарымыз: бірінші, Спандияр Көбеев ағартушы, педагог, жазушы. Екінші, Спандияр Көбеевтің жанрлық шығармалары және тақырыптардың идеясы. Үшінші, балаларға арналған шығармаларын іріктеу және ерекшеліктеріне тоқталу. Төртінші, шығармаларына талдау жасау. Ең бірінші мен сабағымды осы Спандияр Көбеев атамыздың мынандай даналық сөзімен бастағым келіп отыр. Ең алдымен оқытушы оқу әдісін жақсы білетін маман, өз дәрісін жақсы меңгерген және жан-жақты білімі бар мәдениетті адам болу шарт деген екен. Расында біз болашақ педагогтармыз. Біз әрқайсымыз өзіміз балалардың алдына барғанда осы бүгінгі сабағымызға жақсы дайындалып, жан-жақты білімімізді толықтырып баруымыз бұл шарт екен. Дұрыс айтқан. Мен де Спандияр атамыздың айтқан сөзімен келісемін. Құрметті студенттер, бүгін қазір біз сендермен табақ тарту әдісі арқылы тағы да топпен жұмыс істейміз. Жалпы бірінші топ Спандияр Көбеевтің ағартушы, жазушы, қандай жазушы, не істеді жалпы? Спандияр Көбеев біздің өзіміз жерлесімізде, сол туралы не айтасыздар? Екінші топ әңгімелеріне балалар тәрбиесінің алатын орны туралы айтып береді. Үшінші топқа үлгілі тәжірибе оқу құралының маңыздылығы туралы бізге айтып беру керек. Ал төртінші топ үлгілі бала оқу құралының құндылығы туралы бізге айтып беру керек. Ал әр топ өзіне берген тапсырма бойынша жұмыс істейміз. Ал сонымен бүгін біз сендермен жалпы Спандияр Көбеев туралы айтып шықтық. Ұлы ағартушы, жазушы, бір Алтынсариннің ізбасары, шәкірті деп айтамыз. Жалпы жазған, жаңағы өздеріңіз айтып жатсыңдар, жалпы жазған шығармалары, өлеңдері барлық осы бір Алтынсариннің мектебін бітірді. Жалпы өзі бастауыш мектеп мұғалімі болып жұмыс істеді. Жазған шығармалары да осы бастауыш мектебіне, әңгімелері барлығы да осы бір Алтынсариннің шығармаларына ұқсайды. Міне бізде балабақшада Спандияр Көбеевтің шығармаларын оқи бастайды екенбіз. Енді біз осы ортаңға ересек топта бағдарлама бойынша қандай шығармаларын оқимыз? Соны кәне іріктеп
жазайық. Жалпы қандай шығармаларын оқиды екен? Мұғалім мен балалар, арыстан мен тышқан, қайырымдылық, әдеп, ата мен немере деген еңбектерін оқиды екенбіз. Жақсы, жазып болдық. Келесі тапсырма. Енді біз жаңаға айтқан іріктеп алған шығармаларына талдау жасайық. Міне бірінші топ мұғалім мен балалар әңгімесіне талдау жасайсыз. Екінші топ арыстан мен тышқан ертегісін аласыздар. Үшінші топ егінші мен қасқыр ертегісі. Төртінші топ түскі ас пен кешкі ас әңгімесіне оқисыздар. Алдарында мәтіндер тұр. Сосын талдап бересіздер, тәрбиелік мәнін ашасыздар. Енді қазір мен сіздерге «Атасы мен немересі» атты фильмнен үзінді көрсетем. Бұл да Спандияр Көбеевтің өте тамаша қазіргі заман мен бұрынғы кездегі айырмашылық бар ма жоқ па, соны қазір маған көріп айтасыздар. Жалпы бұл фильмнен сіздер нені байқадыңыздар? Қазіргі адамның бойындағы осы жақсы қасиеттердің қаншалықты азайып бара жатқанын қазір біз талдаймыз, әуелі көріп алыңыздар. Кейінірек ішсе де болар еді ғой. Отыр ғой. Шайын дердіріктемдеш. Әйтпесе жұмысқа кешегі. Дайын отыра бер. Ұлым, тезші ғой. Сабағыңа кешегесің. Қазір? Іше ғой. Тағы төгіп алды ма? Сүртіп болшы. Керек пе өзің сүртіп ал. Сүртіп болсай. Қойш. Қашанғы сүртем? Бүйте берсе бұл үйде тыс қалмайтын шығар. Өміріміз осы шалды бағумен өтетін болды ғой. Ой жетер енді. Баланың көзінше аузыңа келгенде оттай бермей. Бала не түсінеді дейсің? Ұлым, жүрек. Жаным, туған күнің кешке ертелеп кел. Қонаққа бажаларың келіп. Шерей. Келе ғой. Көріскенше.
Әкесі, тезірек киіміңді ауыстыра қой. Қазір қонақтар келіп қалар. Жарайды қазір. Қонақтарды қай уақытқа шақырдың? Қазір келіп қалады. Сюрприз! Әке, туған күніңізбен, насыйлық менен. Ой, рахмет ұлым. Мұны алуға саған ақшаң кім берді? Мен бұны еңбек сабағында өз қолыммен жасадым. Әкесі, алдымен ашып көрмедік пе? Ішінде не бар екен? Ашып көрейік. Неге қамшы, немесе домбыра емес? Кесе жасағаның не ұлыма? Мұны жасағаным ертең әкем атам секілді қартаяды. Сол кезде мен әкеме осы кесемен тамақ беремін. Сонда әкем де атам сияқты ыдыс сындырмайтын болады. Анашым, көңіліңіз түспесін. Келесіде сізге де жасап беремін. Мінеке, құрметті студенттер, жаңағы атасы мен немересі фильмнен үзінді қарадыңыздар. Бұл жерде әрине адам бойындағы құндылық, бұл дұрыс әрекет жасау. Және сіздер бұл фильмнен адам бойында қандай жақсы қасиеттерді байқадыңыздар. Атасы мен немересінің қарым-қатынасы қандай, анасы мен әкесінің баласына берген тәрбиесі, жалпы өз ойларыңызды ортаға салыңыздар. Ал енді мәтінмен жұмыс қайырымды бала. Ал әр топ сіздердің алдарыңызда қайырымды бала мәтіні тұр. Осыны оқыңыздар. Оқып болғаннан кейін бірнеше сұрақтарға жауап бересіздер. Не себепті кішкентай қыз әкесінің жағына тұрды? Не себепті кішкентай қыз әкесінің орнына өзінің қолын кесуге рұқсат берді? Бұны естіген хан неліктен әкесін босатты? Осы сұрақтарға жауап бересіздер. Жақсы, жаңа біз сендермен Спандияр Көбеевтің бірнеше шығармаларын оқыдық. Мұғалім мен балалар, егінші мен қасқыр, арса мен тышқан, қырғау мен түлкі. Енді мен үйге сіздерге тапсырма берген болатын. Әр осы әңгімелер бойынша атрибуттар дайындап келулерің керек. Сол атрибуттарыңызды алып, әр топ өзінің шығармаларын жерге шығып, рөлге бөліп, ойнап көрсетіңіздер. Біз тамашалайық. Құрметті студенттер, міне осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сонымен бүгінгі Спандияр Көбеевтің әңгімелерін біз оқыдық, талдадық, фильмнен үзінді көрдік. Жалпы Спандияр Көбеевтің осы жалпы кішкентай бүлдіршіндерге арналған шығармалары тұнып тұрған тәрбие екенін байқадық. Бұл тақырыптар әр түрлі. Біреуі еңбекке, біреуі мейірімділікке, біреу әдептілікке, біреу ізеттілікке, біреу ақылға арналған. Осы бүгінгі Спандияр Көбеевтің әңгімелерінен түсінгендерің қаншалықты ұнаттыңдар? Осы бүгінгі жұмыс туралы бағаларыңыз. Егер жақсы түсінген болсаңыздар, Спандияр Көбеевтің бүгінгі жасаған жұмыстарын өздеріңіз ұнаса, 2 жұлдызды таңдаңыздар. Ал егер әлі де болса бүгінгі жұмысқа ұсыныстарың болса, онда 1 жүректі таңдайсыздар. Сонымен құрметті студенттер, бүгінгі біздің Спандияр Көбеевтің атамыздың, өзіміздің жерлесіміз Ыбырай Алтынсариннің шәкіртінің бүгінгі шығармалары өте қазіргі заманауи талабына сай. Қазіргі байқасаңыздар, балалардың бойындағы мейірімділік, үлкен сыйлау, кішіге ізеттілік көрсетуден мүлде жоғалып бара жатыр. Сондықтан бүгінгі шығармалар болашақ балаларды тәрбиелеуге өте қажет деп ойлаймын. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, сәлемет болып тұрыңыздар.